Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында катайфи дайындайтын боламыз. Ал енді бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен табамызға ұнымызды, крахмалымызды және де кішкене тұзымызды қосып барлығын араластыратын боламыз. Бұл катайфиді дүкеннен табу өте қиынырақ және де бағасы да қымбат болып келеді екен. Сондықтан да мен өзім үйде дайындайтын болып шештім. Енді қазір үстіне майымызды және де суымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде видеоға қарап, видеода көрсетілгендей етіп жасап шығыңыздар. Өте оңай әрі тез жасалынады. Ингредиенттері де көп емес, сондықтан да өздеріңіз жасап көрулеріңізге мен кеңес беремін. Менің видеомды толығына дейін қарап, маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде бізде ең маңызды нәрсе ыдысымызға құятын кезде, яғни кондитерлік мешокқа құятын кезде міндетті түрде ситадан өткізіңіздер. Өйткені бізде көзге көрінбейтін түйіршіктер қалып кетеді. Соны қазір қасығымызбен жақсылап езіп, осы сита арқылы өткізетін боламыз. Негізінде кондитерлік мешокқа құйған кезде сіздер екіге бөліп құйсаңыздар болады. Мен бір кондитерлік мешокқа ғана құйдым. Ол сіздердің өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Содан соң табамызға ешқандай май құймастан осылай айналдыра шығып жасаймыз. Және де бұл жерде бір айта кететін жағдай, міндетті түрде тезірек жасап, және де кондитерлік мешок пен сковородканың ортасы жақын болу керек. Қатты көтеріп жіберетін болсаңыздар кондитерлік мешокты, онда осындай каплялар пайда болып қалады. Ол капля болмас үшін тезірек және де сковородкаға кондитерлік мешокты жақынырақ ұстасаңыздар, ол каплялар пайда болмайды. Мінекей қыздар, бізде осындай жіп тәріздес катайфи дайын болды. Енді осы катайфиді морозильникке салып сақтай берсеңіздер болады. Тек дайындар алдын ала холодильникке шығарып қойсаңыздар болды. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.